Қайырлы күн. Ұйқы апноясы бұл ұйқы кезіндегі тыныс алудың уақытынша тоқтап қалуымен сипатталатын созылмалы ауру. Бұл жағдай бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылуы мүмкін және бірнеше рет қайталануы мүмкін. Ұйқы апноясы екі түрде болады. Біріншісі ол обструктивті ұйқы апноясы, ол ең жиі кездесетін түрі, және ол тыныс алу жолдарының бұлшық еттері мен жұмсақ тіндерінің уақытынша жабылуына пайда болады. Ал екінші түрі орталық ұйқы апноясы. Ол кезде тыныс алуды реттейтін мидың дұрыс істемеуінен пайда болады ұйқы апноясы. Енді ұйқы апноясының белгілеріне келетін болса, ол қатты қорылдау. Екіншісі ол кезінде тыныс алудың тоқтап қалуы. Оны көбінесе сындағы кісілер айтады. Соның салдарынан таңертеңгі бас ауру болуы мүмкін, күні бойы шаршағыштық болуы мүмкін, түнде жиі оянуы мүмкін, содан кейін көңіл күй төмен болуы мүмкін және зейіннің төмендеуі болады. Егер ұйқы апноясы емделмесе, онда ол жүрек, қан, тамыр ауруларына, гипертонияға, инсультке, депрессияға және басқа да ауруларға келуі мүмкін. Сондықтан ұйқы апноясын біз диагностикалау, оны және емдеуіміз қажет.